Сәлем достар, сендермен бірге кішкентай мұғалім. Бүгін біз өрнектерді салыстыруды өтеміз. Ал ендеше жақсылап жайғасып, мұқият тыңдаңдар. Достар, салыстыру дегеніміз бір заттың немесе бір санның үлкен кішісін немесе аз көп екенін табу. Өткен жолы біз қарбыз бен қауынды салыстырған болатынбыз. Және Барселонаның голдары көп пе, әлде Реал Мадридтің голдары көп пе, соны салыстырған болатынбыз. Ал бүгін өрнектерді салыстырамыз. Түсінікті болу үшін мысал келтірейік. Міне, бұлар сандарды салыстыру. 5 үлкен 4-тен, ал 12 25-тен кіші, 30 тең 30. Ал мынау өрнектерді салыстыру. Бұл жерде біз жеке санды емес, екі санның қосындысын немесе айырмасын салыстырамыз. Түсінікті болу үшін әр мысалды жеке-жеке қарастырайық. Міне балалар, бізде сол жақтағы жоғарғы үйден 3 бала шықты, ал төменгі үйден 2 бала шықты. Сонда бізде 5 бала болды, яғни 3-ке 2-ні қосқанда 5 шығады достар. Ал енді оң жақтағы үстіңгі үйден 4 бала шықты, ал астыңғы үйден ешқандай бала шыққан жоқ. Яғни оң жақтан тек 4 бала ғана шықты. Өйткені 4-ке 0-ді қосқанда 4 болады ғой. Ал енді осы екі жақтан шыққан балалар санын салыстырып көрейікші. Біздің сол жақтағы алаңымызда 5 бала, ал оң жақтағы алаңымызда 4 бала ойнап жүр. Ал енді осыларды салыстырсақ, әрине бұл жақта сол жақтағы балалар саны үлкен. Себебі 5 4-тен үлкен. Міне, енді екінші мысалымыздағы өрнектерге көшейік. Бізде екінші мысалымызда 5 азайту 1 үлкен бе, әлде 4 қосу 2 үлкен бе деген мысалымыз тұр. Енді бұл мысалды мен сіздерге түсіндіру үшін, міне, бізде сол жақтағы алаңымызда 5 бала ойнап жүрді. Яғни 5-тен 1 азайту өрнегіміз ол осыған байланысты. Яғни бұл жердегі 5 баланың біреуі үйіне кетіп қалды. Міне, 5 азайту 1. Ал екінші өрнегіміз 4 қосу 2. Міне, оң жақта ойнап жүрген балаларға келіп, тағы да 2 бала келіп қосылды. Сонда біздің өрнегіміз шығады. Яғни 4 қосу 2. Балалар, енді сол жақтағы алаңымызда 4 бала қалды, ал оң жақтағы алаңымызда 6 бала болды. Ал енді салыстырып көрейікші. Қай жақтың балалар саны көбірек? Әрине, бізде оң жақтың балалар саны көбірек. Себебі бізде оң жақта 6 бала ойнап жүр, ал сол жақта 4 бала ойнап жүр. Ал 6 4-тен көбірек. Мінекей балалар, менің оң жағымда жемістер тұр, ал сол жағымда көкөністер тұр. Енді осы жемістер мен көкөністерді өзара салыстырып көрейік. Бізде жемістерден қандай өрнек шығады? Бізде 4 алмұрт, 1 апельсин бар. Бұл жерде біз 4 қосу 1 өрнегін шығара аламыз. Ал көкөністер жайына келетін болсақ, бұл жерде 3 қызанақ пен 2 қияр тұр. 3 қызанаққа 2-ні қосу өрнегін шығара аламыз. Сонда бізге 4 алмұртқа 1 апельсинді қосса, неше жеміс шығады? Әрине, 5 жеміс шығады. Ал енді көкөністерден 3 қызанаққа 2 қиярды қосса, неше көкөніс шығады? Әрине, бұл жерде де 5 көкөніс шығады. Енді бұларды салыстырып көрейікші. Бізде 5 жеміс пен 5 көкөніс бар. Яғни бұлар өзара тең. Мінекей достар, егерде сендер математика сабағын осылай қызықты үйренгілерің келсе, менің каналыма жазылып, достармен бөліс. Егерде түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып кетсең болады. Ал ендеше келесі видеомда кездескенше сау бол.